Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандар, Күлфия Чинтемирова YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін бізге сұхбатқа мен шәкіртім келіп отыр, Жазира ханым. Яғни ол кісі міне алтын кнопка, күміс кнопка иегері, айына 2 миллионнан жоғары табыс тауып отырған ютубер. Яғни миллионер ютубер деп айта берсек те болады, және көп балалы ана. Сонымен қатар табыс тауып отыр. Енді қазір ол кісіге сұрақтар қойып өтем. Яғни ютубқа қатысты. Жазира ханым, сіз міне ютубты бастағаннан кейін қанша уақытта монетизацияға жеттіңіз? ютубты бастағаннан кейін 2,5 айдан кейін монетизацияға жеттім. 2,5 айда жеттіңіз, иә? Ал ютубты сіз осы қазір табыс тауып жатқан каналыңызды маған келгеннен кейін аштыңыз ба? Курс барысында? Иә. Курс барысында аштыңыз, иә? Иә, курсты оқып жатқан кезде сол бойынша аштым. Сол каналды, иә? Ал осы жалпы ютубты бастағанға дейін немен айналыстыңыз? Декретте отырдым. Декретте отырдыңыз, иә? Иә. Табыс көзі болды ма? Жеке өзіңізде? Жоқ, болмады. Болған жоқ, иә? Қандай күшті, табыс көзі болған жоқ, қазір зато миллиондар тауып отыр ютубтан. Жалпы қандай контент жасайсыз? Шортс, ұзақ видеолар ма? Басында мен монетизацияға жеткенше ұзақ видео түсірген, потом шортсқа ауысып кеттім. Шортсқа ауыстыңыз, иә? Қазір шортс қана жасайсыз, иә? Қазір шортс. Ең көп қаралым жинаған шортс видеоңыз қанша? 220 миллион, иә? Қаралым. Қараңыздаршы, яғни Қазақстанда отырып, үйінде бір бөлмеде ғана отырып контент жасап, 220 миллион халық көрген ғой бұл кісінің видеосын. Яғни YouTube қандай күшті платформа, иә? Түрлі мемлекеттер көреді, иә? Қандай мемлекеттер көреді, айтпақшы дейсізді? Мені Индия көреді, Индонезия, Бразилия, ақш көреді, еще? Америка ақш көреді, иә? Енді сіз табысыңыз туралы айтып жатырмыз ғой, давайте сіз табысыңыз көрсетіп кетейік, иә? Біз енді бұл кісінің каналы америкалық болғандықтан көрсете алмаймыз, қандай ниша каналының атын көрсете алмаймыз, тек қана аналитикасын ғана көрсете аламыз рұқсатымен. Міне мына жақта аналитикасы төменге шығарамыз, соңғы бір айдағы табысы 2,3 миллион. Міне бір айдың өзіне 120 мың оқырман келген. Қараңыздар. Міне запись жүріп жатыр. Осындай келген. Және де мына жақтағы міне табысы, ай сайынғы табысы міне 1 миллион, 2 миллионнан жоғары. Міне аналитикасын көріп отырсыздар, иә? Енді ары қарай жалғастырайық. Енді жалпы YouTube қандай сала деп ойлайсыз? Оңай ма, қиын ба сіз үшін? Енді YouTube'да жұмыс жасап жатсыз ғой. Мысалы, қиын ба сіз үшін? Мен үшін қиын емес. Қиын емес, иә? Қиын емес. Күнде қанша уақытыңыз кетеді контент жасағанға, видео түсіргенге, бір видеоға? Видео түсіргенге 2 сағат уақытым кетеді күніге. Күнде 2 сағат кетеді, иә? Мен салмасам болмайды, оны салуым керек. Яғни күнде бір видеоны түсіресіз, монтаждайсыз, жүктейсіз, соған 2 сағат уақыт кетеді, иә? 2 сағат. Күнде 2 сағат жұмсайсыз, айына 2 миллион табасыз, иә? Иә. Қандай күшті, иә? Яғни ешқайда бармайсыз, студия жалдамайсыз, иә? Там ешкімге ақша төлемейсіз, сатып алмайсыз, ештеңе, ешқандай шығынсыз, тек қана бір бөлмеде ютубпен кез келген адам айналыса ала ма? Мысалы, кішкентай 12 жастағы бала, 60 жастағы кісі деген сияқты. ютубпен кез келген адам үлкен болсын, кіші болсын айналыса алады. Ол қиын емес. Біріншіден бір каналды ашып, нишасын анықтап, сол бойынша күнделікті видео жүктеп отырса, сол жеткілікті. Түсінген, сіз өзіңіздің жаңағы видеоларыңызда өзіңізді көрсетесіз бе? Мен өзімді видеода көрсетпеймін, сөйлемеймін. Тек қана видео түсіресіз болды, иә? Тек видео түсіремін. Қандай күшті, яғни сізді ешкім танымайды, бірақ дүние жүзі көреді, и сол арқылы табыс табасыз, иә? Қандай күшті. Яғни ютубты бастағалы негізі 1 жылдан асты ғой, сізде? Иә, 1 жылдан асты. 1 жылдан асты, иә? Так, қандай сұрақ қоюға болады? Так, енді қазір бізде ютуберлер көріп отыр ғой, қандай кеңес беретін едіңіз ютуберлерге? Мысалы, ютуб каналын жүргізіп жатқандар бар, бастап жатқандар бар, немесе бір нәтиже көре алмай жүргендер бар. ютуб каналды жүргізу үшін күнделікті видео салып еңбектену қажет. Видео түсірген сайын оның качествосын жақсарту керек, тұрақтылық керек. Тоқтамаңыздар, шаршамаңыздар. Білім керек деп ойлайсыз ютубқа? ютубқа ма? Білім керек. Білімсіз бастауға бола ма? Білімсіз бастауға болады, мен өзім. YouTube болады, бірақ уақыт кетеді, иә? Істемегем еш жерде. Оқуда оқымағым, осылайша. Білім жоқ қой. 11 сыныптан кейін
11 сыныптан кейін мен негізі мұғалімдікті Оқыдыңыз, иә? заочный андай сатып алғам. Бармағам универдің түрін де білмеймін. негізі. Яғни Былайша білімім жоқ та, а, просто сатып алғам. м, Бірақ бастауға болады, адам өзі, кей адамдар самоучка болады ғой. Сөйтіп ізденіп жүріп, Иә, ізденіп ізденіп Мен жүріп сізге тапсыз, жолықтым иә. ғой. жоқ, негізі бар ғой, ютубты білімсіз бастағанға болады ғой, бірақ дұрыс ниша таңдай білу керек, иә? Иә, И тұрақты болу керек, иә, еңбекқор болу керек Нишаны қой. дұрыс таңдау керек екен. Иә, Чтобы істеген, түсірген нәрсеңнен, жасаған нәрсеңнен рахаттанып істейсің ғой. Мен өзім сөйтем. яғни өзіне ұнау керек қой, иә, Иә, жұмыс. ұнайды маған, иә. Иә, мысалы ұнамайтын нишаны таңдап алып, өзіңді қинап жүре алмайсың ғой, иә? Ол іске аспай қалады Иә, екен. нәтижесі де болмайды, иә? Нәтижесі де болмайды. Дұрыс айтасыз. Ну, по-любому білім керек қой, себебі қазір білімсіз, еще нақты бір нишасыз, қиын. Білім Бірақ керек. әрине іздену де керек. Ізденсең білім басыңа қонады Иә, ғой. қона береді, иә, қона береді. Мен өзімнен өзім неған жоқпын жалпы. Осы шұқылап әйтеуір шұқылап жеттім ғой. Енді Иә. сіз күн оқыдым. Сіз негізі шайнап бердіңіз ғой курста, Рахмет көп. сабақты. Сізде Түсінікті. одан бері еще жаңарып кетті ғой сабақтардың Иә. барлығы. Ол кезде сіздер жалпы ютубты оқыдыңыз ғой сізменен, иә? Қазақша ютуб, ағылшынша, қазір америкалық ютуб бар. Ол жерде мүлдем бөлек, тек қана америкалық ютубты оқытамын. Жалпы қараңыз, қазақстандық ютубқа қарағанда америкалық ютубтың табысы жоғары ма? Жоғары. М, Америкалық ютубтың табысы жоғары. м, Жақсы төленеді. 10 есе жоғары деп айтуға болады, иә, шыны керек. Иә. Мысалы, шын ғой, мысалы қазақстандық ютубта $1 дейін төленсе 1000 просмотрға, ал америкалық ютубта $10, $20 кете береді жоғары қарай. Сіз нишаңызға байланысты әрине. Сол, Жазира ханым, көп рахмет сізге келгеніңізге. Жазира ханым, тағы да айта кетейін, алтын кнопка, күміс кнопка иегері, ай сайын миллионнан жоғары табыс тауып отырған миллионер ютубер. Сондықтан келгеніңізге көп рахмет. Ал егер сіздер де осы ютубтан табыс тапқыларыңыз келсе, үйренгілеріңіз келсе, осы төменде описанияда мен менеджерім номер тұр, сол кісіге шықсаңыздар, сіздерге толық ақпарат береді.